Манаш Қозыбаев деген кім және оның тәуелсіз Қазақстан тарихы үшін жасаған еңбегі неге маңызды? Тәуелсіздік таңында Қазақстанды көптеген сынақтар күтті. Мемлекеттің дамуы көбінесе зиялы қауымның рөлімен анықталды. Солардың бірі Манаш Қозыбаев болды. Бала кезінен Манаш сол уақыттың барлық қиындықтарын көріп өсті. Ересек халықтың көп бөлігі майданға жұмылдырылды, ал жас Манаш тылда жұмыс істеді. 1948 жылы Манаш Қазақ ұлттық университетіне оқуға түседі. Оқуды тәмамдаған соң оған аспирантурада қалу ұсынылады. Бірақ ол қарт ата-анасына оралып педагогикалық институтта оқытушы болады. 1971 жылы Қазақстан Майдан арсеналы монографиясы үшін Шоқан Уәлиханов атындағы сыйлық беріледі. Марапаттар сынақтармен алма-кезек жүрді. 73 жылы оның партияның алтын қоры кітабының тиражы толығымен жойылды. Қозыбаевқа қатаң сөгіс жарияланып, жала жапты деген айып тағылды. Нәтижесі инфаркт. Бірақ бұл сынақтар Қозыбаевты өз жолынан тайдыра алмады. 70 жылдардың соңында оны өзі оқыған Қазақ ұлттық университетіне оралуға шақырып, ғылым академиясының мүшесі етіп сайлады. 1980 жылы Қозыбаев Қазақ Совет энциклопедиясының бас редакторы болып тағайындалды. Қозыбаевтың объективтілігі тағы да жағымсыз сынақтарға алып келді. 1983 жылы Қозыбаевты партия курсынан ауытқып, алашордалықтар қызметінің энциклопедиясын жариялады деп айыптады. Манаш Қозыбаев ұзақ жылдар бойы тарих беттерінен оқиғалар мен фактілер, қызметі кеңестік идеология доктринасына сәйкес келмейтін көрнекті тұлғалардың жоғалып кеткендігін жазды. Қозыбаевтың еңбектерінің арқасында Бөкейханов, Байтұрсынов, Жұмабаев және тағы басқа тұлғалардың ұмыт қалған есімдері белгілі болды. Оның еңбектері негізінде алаш арыстарының есімдері ақталды. Манаш бірінші болып ұжымдастыруды үлкен апат деп атады. Оның қуғын-сүргінге ұшырағандарды оңалту жөніндегі қызметі үлкен маңызға ие болды. Ол Қазақстанның жұртшылық алдындағы беделін көтерді. Тәуелсіздік таңында Қозыбаев мемлекеттік саясат жөніндегі ұлттық кеңестің құрамына кірді. Жоғары кеңестің депутаты, сондай-ақ Қазақстан халқы ассамблеясының мүшесі болды. Онда этносаралық тұрақтылықтың негізін қалаған маңызды заңнамалық актілердің бастамашысы болды. Оның еңбегі ең жоғары деңгейде атап өтілді. 1995 жылы Қозыбаев мемлекеттік сыйлықпен марапатталды. Ал 1997 жылы бейбітшілік және рухани келісім сыйлығы берілді. Өмірінің соңына қарай академиктің жетекшілігімен 5 томдық жаңа Қазақстан тарихы жазылды. Оның шығармашылығының ең жемісті кезеңі мемлекетіміздің шынайы тарихының бастауын қалайтын тәуелсіз Қазақстанның ең жарқын, күрделі тарихи кезеңімен тұспа-тұс келді. Осылайша Манаш Қозыбаев тәуелсіз Қазақстанның тарих ғылымының негізін қалап, жас буынға оны тереңірек зерттеуге мүмкіндік ашты.